Анды көргісі келеді. Мен қыран емеспін ғой сонда. Ричард ағай, егер біз мысалы қыран жоғалып қалса, бізді жұмыстан қуа? Айтыңызшы. Плодди, бірдеңе болды ма? Бәріңді жұмыстан қуам. Сені, Плодди, Ричард ағайыңмен қоса жұмыстан шығарып жіберем. Тіпті өзімді жұмыстан қуылуы мүмкін. Қаншаға берген уәдемізді орындай алмадық. Сондықтан бәріміз жұмыстан кететін боламыз. Уәдені орындамаған жаман ғой. Констебль, сізге айтар сөзім бар. Айтсам бола ма? Мынаны қара, бүркіт балапан шығарыпты. Керемет. Жоқ, Дотти. Міне қызық. Өте қызық екен. Бір түрлі. Сүйкімсіз балапан екен. Балапандар сүйкімді болушы еді, анасы қайда кеткен? Ұшып кеткен сияқты. Тамақ іздеп жүрген шығар. Кім білсін? Солай балапан не жейді? Шұжық. Шұжық па? Кетчуп! Кешіріңіз. Мұнда бір мәселе туындап, мотор ғой. Кешіріңіз. Полицей, Плодди, саған алғысым шексіз. Сені мақтан тұтамын. Біздің саябақта балапан бар енді. Мұны тез арада ханшаға хабарлайық. Сіз де кетпейсіз бе, Ричард ағай? Не десем екен? Плодди, сен маған не айтын келді? Мен неге тоқтаттың? Жоқ, констебль, күтіп қалды дегенім ғой сізді. Анау балапанға қатысты бірдеңе ме, Плодди? Иә, сүйкімді балапан екен. Солай ғой. Жоқ, тоқтат. Қане, Плодди, не болып жатыр? Уайымдайтын ештеңе жоқ. Көңіліме бір күдік болып тұрғаны. Алаң болма. Көңіліңдегі күдік мүлде негізсіз. Жүр, Ричард, қайтайық. Жан-жағыңа қарап жүр. Апа, мені неге шығармай қойдың? Кешір, балапан. Жараңды таңып берем. Алақай, таңып берем дейді. Дотти, бұл өтірігімізбен алысқа бармаспыз. Неге олай дейсің? Жұрттың назары менде, атың шығып, үйреніп кетермін. Жоқ, маған Ричард ағамның көмегі қажет. Не дейсің? Қыран ұрлап кетті ме? Бұл үшін бәріміз жұмыстан қуыламыз. Жоқ, егер Скаффи ұшуды үйреніп, келесі жолы констебль келген кезде ұясында отырса, ешкім ештеңе білмейді. Бірақ бұл өтірік қой. Жоқ, қазір құс болып ұшып кетеді. Маған қарашы, апа. Апа дей ме? Иә, енді бұлай жасап көрші. Жоғары. Қанатыңды кеңге жай. Плодди, мен балапанның тәрбиесіне араласқым келмейді. Меніңше анасын ұрлаған адамды тапқаным үшін. Оның анасы менмін. Әрине, мен анасын ұрлаған адамдарды айтам. Плодди, ол құс қой, сен болсаң көліксің. Балапанға шуды көлік емес, анасы үйрету керек. Түсінемісің? Анасы. Бірақ мен оған үйретем деп сөз бердім. Плодди, келесі жолы констебль келгенде балапан ұяда болмаса, Тез, біз жұмыссыз қаламыз. тез, Қуыламыз деймін. Тездет, Анасыз деп